Баршаға сәлем. Бүгін біз өте дәмді ерекше жұмсақ болып пісетін вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызға ұнымызды дайындап 100 грамм сайыр майымызды ертіп аламыз. 3 ас қасық қаймақ керек болады. Мен үйде барын қолдандым. 3 жұмыртқамызды, 1 пиала шекерімізді және 1 ас қасық балымызды және қопсытқышпен ванилинімізді дайындап қоятын боламыз. Алдымен табағымызға әдемілеп 3 жұмыртқамызды салып, үстіне құм шекерімізді салып, көп піскенше әдемілеп араластыратын боламыз. Әдемілеп араластырып, осындай бір кепкі массаға дейін араластырамыз. Оның үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салғаннан кейін үстіне сары майымыз, ертілген сары майымыз, 100 грамм сары майды салып, оның үстіне 1 қасық, ас қасық балымызды салатын боламыз. Балдың ешқандай айырмашылығы жоқ, қандай бал болса да үйіңізде барын қолдана берсеңіз болады. 1 қасық бал және ванилинімізді қосамыз. Ванилиннен соң жақсылап 1 кек формаға дейін араластырып, оның үстіне кішкене ғана ұн қосып, ұнымызды араластырып, жақсылап үстіне қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышымызды салып, оның үстіне тағы да керекті ұнымызды салып, қоймалжың қою қылып әдемілеп араластыратын боламыз. Ешқандай түйіршіксіз әдемілеп осылай араластырып алатын боламыз. Осында бір кепкі масса шығатын болады. Біз вафельницамызды жақсылап майлап алатын боламыз, қыздырып. Біз әр вафелімізді құйған сайын майлап тұруымыз керек, жабысып қалмас үшін. Біз осылай 1,5 ас қасық, бір шетіне 1,5 ас қасық, бір шетіне 1,5 ас қасық вафелімізді құйып аламыз. Құймалжың дайындаған мейсімізді құйып аламыз. Және 10-15 минутқа жауып қоямыз. 10-15 минутта біздің вафеліміз дайын болады. Біз вафеліміз осындай ерекше дәмді жұмсақ вафли дайын болады. Өте жұмсақ, астын жаймендеп, шет-шетін бірінші шығарып алатын боламыз. Бұл өте жұмсақ піседі. Жұмсақ болғандықтан ажырап кетпес үшін астын бірінші жаймендеп жан-жағын шығарып алатын боламыз. Содан соң алатын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді. Ауызда етін өте тәтті, ерекше бал қосылған вафліміз дайын болды. Қыздар ұнаса тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызық өте күшті рецептер болады. Қалаларыңызша осылай вареньемен немесе джеммен және қаймақпен ұсынуға болады. Көріскенше қыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.